Достар, тек One X компаниясында ғана ең жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және де ең оперативті сервис қызмет атқарады. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, ең тиімді бонустар сіздерді күтуде. One X сілтемесі төменде. Лионель Мессидің Барселонадан ресми түрде кеткеніне небәрі бір-ақ апта болса да, көптеген футбол жұлдыздары бұған қатысты жеке пікірлерімен бөлісіп үлгерді. Олай болса ұзаққа созбай өте қызықты бейнероликті тездетіп бастауға кірісейік. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен Леоның экс-әріптестерінен бастасақ, Мессимен бірге сонау академиядан бастап бірге ойнаған Андрес Иньеста Мессиді басқа жейдеде көрген мүмкін емес. Лионель Барселонаның бейнесі. Оның клуб тарихындағы орны сөзсіз өлшеусіз. Месси кез келген командадан жоғары тұратын футболшы. Ол сияқты ойыншыны енді көрмейміз деген ойдамын, деді испандық хавбек. Ал оның центрдағы басты серіктесі Хави Мессидің кеткенін естіп қатты күйзелдім. Клуб бұл мәселені шеше алмағаны қатты өкінішті. Ең бастысы Леоға болашақта сәттілік тілеймін, алайда оны басқа жейдеде елестету өте қиын. Бұл барлық Барса жанкейлері мен бәрімізге өте ауыр тиді. Әсіресе оның қоштасу пресс-конференциясы, деді Эрнандес. Джорди Альба болса, сенімен бірге бір жейдеде ойнау мен үшін үлкен мәртебе болды. Біз бірге ғажайыпқа толы сәттерді кештік. Сенің клубқа қосқан үлесің үшін саған алғыс айтамын. Болашақта саған сәттілік тілеймін, деді өзінің Инста парақшасында. Ал Барселонаның үздік қорғаушыларынан әрі үздік капитандарынан бірі болған Карлес Пуйол болса, саған үлкен алғыс айтамыз, Лео. Біз сенің клубқа сіңірген еңбегіңді ешқашан өтеп бере алмаймыз. Ал клубқа болашақта сәттілік тілейміз. Бұл команда үшін өте ауыр күн. Алға Барса, деп өз Инста парақшасында каталондықтарды қолдады. Мен әлемдегі ең үздік футболшымен бірге бір командада ойнадым. Енді сені қайтадан көгілдір экраннан арғы бетінен бақылайтын боламын, деп Фрэнки де Йонг пікір қалдырса, Барсада әлі де қосалқы нұсқа болып 100%-ға сіңіспеген Гризманн, Лионель Месси болу деген не екенін көбісі біле бермейді. Сен мен үшін әрдайым бой түзер тұлға болатынсың, деді француздық ойыншы. Ал Италия футболының аңызды ойыншысы Алессандро Дель Пьеро бұл барлығымызға нағыз шок болды. Бәріміз Леоның Барселона жейдесінде мансабын аяқтағанын көргіміз келген еді. Алайда оның өмірлік жолы басқа сценариймен өрбіді, бірақ та меніңше оның кетуі қос тарапқа да пайдалы болады. Десе де мен үшін оның қалғаны жақсы еді, деді. Ал Барса сапында да ПСЖ сапында да ойнаған бразилиялық сиқыршы Рональдиньо Лео Мессидің дәл ПСЖ-ны таңдағанына өте қатты қуаныштымын. Леоға Парижді клуб сапында үлкен жеңістер тілейміз. ПСЖ-ның қазіргі құрамы нағыз чемпионды құрам. Оларға Леодан бөлек Серхио Рамос сияқты ұлы футболшы көшкеніне де қатты қуаныштымын. Оларды бірге бір командада көрген өте қызықты болатын еді, деді бразилиялық экс-ойыншы. Серхио Рамос демекші испандық центр-бэкте бұл трансфер орнала бірден үнсіз қалмады. Леоның ресми презентациясынан кейін Серхио Инста парақшасына Месси екеуінің манекендегі жейделерінің суретін жүктеп, бұны бізге біреу ертерек айтқанда сенбесе едік. Парижге қош келдің, Лео, деген пікір қалдырды. Ал сәл кейінірек Рамос: біздің командамыз нағыз чемпиондық құрам, бізде тек ең үздіктер жиналған. Бізде Неймар, Мбаппе, енді міне Месси бар. Біз енді әр турнирде жеңуге міндеттіміз. Лео Парижге келген күні оған егер қонақ үйді құптамасын тұрақталғанша отбасымен бірге менің үйіме көшіп келсең болады, дедім. Роналду ПСЖ-ға ауысама жоқ па әзірге білмеймін. Десе де енді тағы криш келсе, бізде нағыз галактикос жиналатын еді, деді соңғы сұхбатында Серхио. Бірақ та барлық футболшылар Леоны жақтамады. Футбол жұлдыздарының арасында оны қатты сынға алғандары да табылды. Мәселен, Златан Ибрагимович жарақатына қатысты соңғы сұхбаты сәтінде Леоның ПСЖ сапына ауысымы жайлы пікірімен бөлісті. Әрине, мен Леоны құрметтеймін, бірақ та оны Барселонадан кетуін қорқақтық санап қашып кетті деп есептеймін. Себебі неге ол клубтан дәл дағдарыс әрі қиын сәтте кетті? Егер қаласа, неге ПСЖ немесе басқа клуб әлсіз кезде ауыспады? Ал Барсаға дәл осындай күн келіп ПСЖ-ға
ең үздіктер жиналғанда кетуді шешті. Лео жағына Барсаның болашағына сенбей мықты проекті таңдады. Егер ол клубта шынымен қалуды қаласа, келісімді ескі келісім шарты аяқталғаннан кейін бірден немесе Копа Америкадан кейін ұзартатын еді. Кім не демесе де маған бәрібір бұл менің жеке пікірім, деді швециялық футболшы. Ал Лео Мессидің жасыл алаңдағы басты қарсыласы Криштиану Роналду болса, бірден болмаса да бірнеше күннен кейін жеке пікірімен бөлісті. Еске салсақ, Криштиану Леоны Туринге шақырған болатын. Леоның Барселонадан кетуі Барса жанкүйерлері үшін өте ауыр тиді. Бірақ мен Месси дұрыс шешім қабылдады деген ойдамын. Алайда менің өзіме де оны басқа клубта елестету өте қиын. Егер оған клуб керек болғанда Ювентустың есігі ашық болған, алайда ол PSG-ны таңдады. Десе де қай жерде болмасын, Месси әрқашан топ деңгейді көрсетеді деген ойдамын, деді португалдық футбол жұлдызы. Ал жеке сіздердің пікірлеріңіз қандай? Лео Месси PSG-ға Чемпиондар Лигасының кубогын сыйлай ала ма? Бейнероликке 2000 лайк жиналса, екінші бөлімі дереу түрде шығатын болды. Комментарийге пікірлеріңізді жазып, арнамызға және инста парақшамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесіде кездескенше достар, футбол бірінші орында. To get there, I never said that we would die together. That doesn't mean it was a lie. They'll never take those long summer days when love was untamed. So burning hearts to dance a break. Remember